Бүгін Ақордада ұлттық қауіпсіздік стратегиясы мен көші-қон саясатын жүзеге асыруға қатысты сұрақтар көтерілді. Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік кеңесінің мүшелерін тегіс жинап, бірқатар мәселелерді қарады. Президент экономикалық өсімге кедергі болып отырған жаһандық факторларды екшеп, жақын шетелдердегі діни экстремистік және террористік қауіптерді талқылады. Сондай-ақ мемлекет басшысы дағдарысты қоғам болып бірігіп қана жеңіп шығуға болатын баса айтты. Қауіпсіздік кеңесінің бүгінгі отырысында біз қабылдаған бұрынғы шешімдерімізді, бағдарламаларының орындауын тыңдайтын боламыз. Бірінші мәселе мен екінші мәселе мен ішкі миграция, сыртқы миграция жөніндегі барлық екі мәселені қараймыз. Солардың ішінде елдің барлық саладағы қауіпсіздігіне істеліп жатқан жұмыс қазіргі. Болашақта қандай жұмыс істеуіміз керек? Төңірегіміздегі болып жатқан ахуалды сараптауымыз керек. Соның бәрін жасаймыз. Миграция жөнінде мәселелер айтатын мәселелеріміз көп. Ақылдасып бірге шешімдер қабылдауымыз керек. 15 жылда қабылдаған біздің шешімдеріміздің қалай орындалғанын қарау мәселесі. Екінші жағынан жаңағы мен айтқан көші-қон мәселелер, миграция мәселелері жөнінде. Ерекше атап өту керек, біздің конституциямыз екі елдің азаматтығын рұқсат етпейді. Сондықтан осы екі елдің азаматтығын алдын алу және басқа елдермен бұл мәселе жөнінде мәліметтермен алмасу жөнінде Сыртқы істер министрлігіне және Ішкі істер министрлігіне тапсырмалар берілді. Жалпы айтқанда, осы отырыстың нәтижесінде әрбір мемлекеттік органға, үкіметке және жергілікті органдарға тапсырмалар беріліп, тапсырмалар орындалу бақылау қауіпсіздік кеңесінің аппаратына жүктелді.